Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге артық салмақтан арылуға жақсы көмектесетін заттарының барлығы қолжетімді, өте оп-оңай жасалатын әрі ағзаңызға пайдалы сусынның жасалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Бізге керек заттар 2 дана қияр, 2 дана киви және 1 дана лимон керек болады. Барлығын жақсылап жуып, сырттарынан тазартып аламыз. Бүгінгі сусынымыз жылдам жасалады және біздің ағзамызға өте пайдалы. Артық салмақты тастауға ғана көмектесіп қоймай, бұл сусын біздің бауыр және өт жолдарын жақсы тазартатын болады. Бауыр және өт жолдарымыз жақсы тазарғаннан кейін біздің артық салмақтан арылуымыз да оңай болады және бет әлпетіміз жақсы жылтырап әдемі болады. Барлығын жақсылап, дәл видеода көрсеткендей етіп, ұсақтап турап аласыздар. Қазір біз блендерден өткізген кезде оңай болу үшін кивиді де дәл сондай турап аламыз. Лимонды бөліп, ортасындағы сүйегін алып тастаймыз. Міне барлығын турап алдық. Өзіңізге ыңғайлы ыдысқа саласыздар. Енді осының үстіне күнделікті қолданатын таза суыңызды 200-250 граммдай суды құйып, жақсылап араластырамыз. Бұл сусынды аш қарынға ішуге болмайды. Таңертең жылы суыңызды ішіп болғаннан кейін 10-15 минуттан кейін қолдансаңыз болады. 2-3 минуттай дәл осындай араластырып аламыз. Жақсы салмақ тастағыңыз келсе, дәл осы сусынды күніне 2 рет қолдансаңыз болады. Таңертең және кешкісін қолдансаңыз болады. Кешкі астың орнына дәл осы сусынды қолдансаңыз, жақсы салмақ тастайтын боласыз. Міне біздің сусынымыз дайын болды. Дайын болған сусынды бірден іше берсеңіздер болады. Менде қазір 3 стакан, яғни 600 грамм сусын дайын болды. Дәл осы сусынды шайдың орнына балаларыңызға да берсеңіздер болады. Егер де сәл қышқылдау десе, табиғи бал қосып берсеңіздер болады. Осымен біздің өте жылдам жасалатын, сіздің артық салмақ тастауыңызға жақсы көмектесетін сусынымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.